саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде 3-ші сынып бойынша ашық сабағымызды өткелі отырмыз. Бүгін біз математика сабағынан теңдеулерді шешу тақырыбында сабақ өтпекшіміз. Ендеше біз ынтымақтастық атмосферасын қалыптастыру арқылы біз орта құра отырып жаттығуларымызды жасап алайық. Бізде жақсы баламыз, өстік ақыл санамыз, қонақтармен ел алған, сәлемдесіп аламыз. Сәлеметсіз бе? Здравствуйте, good morning. Ендеше біз осы 3 топта 1, 2, 3 саны арқылы құрастырып отырған 3 топ арқылы қазір орнымызды табайық. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Онда жақсылап орындарыңызға жайғасуларыңызға болады. Қазір біз көбейту кестесін есімізге түсіреміз. Ал, кәне, бастай қой, Әлихан. Жердегі бесін. 40, 35. Ал, кәне, жаңа 35. Ау? 35. 35, жақсы. Енді, олай болатын болса, біз осы бір топтағы оқушылар келесі топтың білімін тексеріп көрейік. Ал келесі топтағы оқушылар үшінші топтың білімін тексеріп көрейік. Жарай ма? Онда бірінші мен өзім бастап беремін. Кәр? 3 жердегі 9. 3 жердегі 9 жердегі. Ал келесі ардағай. Айтсайшы. Сұрақ кестей. 8 жердегі 6. 8 жердегі 6. 8. Ал тез топ айтып жіберіңдер. Ал 5-ші. 48. Ал енді 3-ші топты тексеріп көреміз. 5-ке 6. 5 жердегі 6. 30. Ой жарайсың. Ал 3 жердегі 2. 3 жердегі кішкене ұмытып қаптыз, жалпы көбейту кестесін есімізде мықтап сақтау үшін ылғи қайталап оқуымыз керек. Осындай осы сиқырлы шаршылардың ішінде жұлдызшаның орнына санды қойып мақалды оқуымыз қажет. Ал қараймыз онда. Бірінші топ. Ер бір рет өледі, қорқақ 1000 рет өледі. Дұрыс па? Жақсы. Келесі екінші топ. Бір құсын жыласам, 10 қараға жем болады. Бір кісі қазақ құдықтан 1000 кісі су ішеді. Тамаша, жарайсың. Өте жақсы. Ал енді осындай бізде мақал мәтелдер бар екен, ал сол мақал мәтелдерде жұмбақ жаңылтпаштарда осындай сандар кездесіп отырады екен. Ол жердегі әсіресе біз мағынасына көңіл бөлуіміз керек екен. Ал мына жерде айтылып отырған тікелей мағынадағы мақал мәтелдер бар екен. Сосын жанама жаңағы мағынадағы мақал мәтелдер бар екен. Шынымен де ер бір рет өледі, қорқақ 1000 рет өледі дейді, мысалы үшін. Ал қорқақ деген күніге әр нәрседен қорыққан сайын бір өліп тіріледі екен. Соны айтады екен. Ол 1000 рет өлмейді, ол жердегі мағынасы басқа екен. Тура сол сияқты 30 тістен шыққан сөз, бәрімізде 30 тіс бар ма? Міне 30 тістен шыққан сөз 30 рулы елге жетеді деген сөз бір айтылған әңгімені дұрыс айту керек екен. Жақсы сөз сөйлеу керек екен. Мағыналы сөйлеу керек екен. Мәніне қарап сөйлеу керек екен. Егер мағынасыз жаман сөз айтып қоятын болса, ол бүкіл 30 рулы елге тарап кеткен кезде, ертең өзіңе қайтып келген кезде ұят болып қалады екен. Ұялмау үшін балалар жақсы, мәдениетті, одан кейін ол сөздің мағынасына мән беріп сөйлеу керек екен. Көрдіңдер ме? Бұл біздің ата-бабаларымыздың асыл қазыналарының бірі болып табылады. Мақалдар, мәтелдер, жұмбақтар, жаңылтпаштар, аңыз әңгімелер, батыр жырлары,
жыр дастандардың барлығы осындай мағынаны бізге адамгершілікке, жақсылыққа, жаңағы әдемілікке, сұлулыққа, жалпы адамгершілік қасиеттерімізді жаңағы жақсартуға арналған осындай мақал мәтелдеріміз бар екен. Бірінші бергенін айтайықшы. Үлкен ыдыста қанша литр қымыз бар дейді? 20 литр қымыз бар дейді. Ал кішкентай ыдыстағыдан 5 есе артық дейді бұл дейді. Кішкене, сонда бізде не бар бұл жерде? Үлкен ыдыс және кішкене ыдыс бар, е? Ал енді үлкен ыдыстағы 20 литр қымыз бар дейді, үлкен ыдыста. Ал кішкентай ыдыста 5 есе артық дейді. Кішкентай ыдысқа қарағанда мына үлкен ыдыстағы қымыз 5 есе артық. Бірақ тағы да толықтыра түсуіміз керек. Теңдеу дегеніміз не? Кім айтады? Кім айтады? Ол жерде нелер бар? Сандар болады. Тағы нелер болады? Белгісіз сан болады, е? Тағы да не болады? Ол мүмкін амалдар болады, е? Мүмкін қосу амалымен орындалатын теңдеулер болуы мүмкін. Мүмкін азайту амалымен орындалатын теңдеулер болуы мүмкін. Мүмкін көбейтумен, мүмкін бөлумен. Ал енді оны қалай табуға болады? Осы теңдеуді қалай шешуге болады? Айта ғой жаным. Мысалы, сол теңдіктің мәніне белгілі санды бөлеміз не азайту деп жазамыз. Азайтамыз немесе қосамыз, бөлеміз немесе көбейтеміз. Оқу мақсатымыз көбейту мен бөлуге берілген қарапайым теңдеуді шешу. Ендеше біз келесі видеороликке көңіл аударамыз. 4 қосу x тең 10. Бұл теңдеу. Теңдеу құрамында белгісіз саны бар теңдік. Теңдеуде белгісіз сан x әріпімен белгіленеді. Тек қана x әріпі ғана емес, теңдеуде y, a, b, c, d және тағы басқа латын әліпбиінің басқа да әріптері қолданылады. Теңдеуді қалай шешуге болады? Белгісіз санды қалай табамыз? Ол үшін қосу және азайту амалдарының компоненттерін еске түсіреміз. Қосу амалында қосылғыш, қосындының мәні. Азайту амалында азайғыш, айырманың мәні. Бұл кестеде бос ұяшықтар бар екенін байқадың ба? Бұл белгісіз сандар ұяшықтары. Белгілі сандар арқылы белгісіз сандарды табуға болады. Теңдеу құрастырайық. 4 қосу x тең 10. Қосылғыштың мәнін табу керек. Белгісіз қосылғышты табу үшін қосындыдан белгілі қосылғышты азайтамыз. 10-нан 4-ті азайтамыз. Тең 6. X-тің мәнін теңдеудің түбірі деп атайды. Демек, бұл теңдеудің түбірі 6 саны болады. Қане тексерейік. Теңдеуді дұрыс шештік пе? Астын сызамыз және жазамыз. Ең жоғарғы жолға қараймыз. X-тің орнына 6 санын қойып, көшіріп жазамыз. Теңдіктің екі жағын салыстырамыз. 4 қосу 6 тең 10. 10 тең 10. Демек, теңдеуді дұрыс шығардық. Ендеше балдар, біз түсініп қарағандай, бізде сол әріптің артында жасырын не бар екен? Сан.
сан бар екен, иә? Біз сол санды таптық па? Иә. Таптық. Ендеше келесі дәптермен біз тақтамен жұмыс жасаймыз. Тақтамен жұмыс жасаған 3 топтың да қызы өте есептерін жақсы шығарды. Енді бұл жұтпен жасайтын жұмыс болғандықтан балдар, жұтты болады. Мынау топ деген сөз осы топтың барлығы білу керекпіз балдар. Иә, барлығын жасаймыз. Барлық топпен жұттаса отырып бір-бірлерін есептерін шығарып жүргіземіз. Жұттаса отырып жұмыс жасау. Болды. Жұптық жұмысты. Балдар, біз жұптық жұмысты аяқтадық, иә? Ендеше сол жұптық жұмысты қорытындылай отырып, біз бірінші топқа берілген тапсырманы тексеріп алайық. Иә? Бірінші топтың жұмысы 48 қосу 12 және 48 қосу 15. Үлкен кіші таңбасын қою керекпіз. Дұрыс па екен? Өздерің қай жағы үлкен болды? 48 қосу 15. Иә? 63 болады. 62-ге 12 қосса, ол 60 болады. Сол үшін 48-ге қосасың 15, сол көп болды. Өте керемет. Түсінікті ма? Енді екінші есебіміз. 32 азайту 30 және 31 азайту 20. Қай жағы? 31 алған 20. Дұрыс, өте. Бірінші топты есеп дұрыс па екен? Иә. Ендеше ұпайларын беріп отырайық. Келесі топ, жалғастыра береміз өздеріңіздің жұмыстарыңызды. 44 қосу 4 және 41 азайту 4. Қай жағы үлкен кіші? 41 қосу 45, 41 қосу 4. Екінші, 20 қосу 49 және 20 азайту 1. Қай жағы? Аға, 20 қосу 49. Оның жауабы 69. Үш көбейту 5 және 3 көбейту 6. 6 көбейту 3 және 6 көбейту 4. Дұрыс па екен балалар? Ендеше 3 топта өздерінің 10 ұпайларын, теңгелерін, ұпайларын жинап алды. Асықпаймыз, маған қарыздар. Сәлем, сәлем, шапалақ соғар. Сәлем, сәлем, шапалақ соғар. Көкке керіліп, аяқты ұстай, айналып тұрып, сәлем жолдай. Сәлем, сәлем, аяқпен тақтай. Сәлем, сәлем, аяқпен тақтай. Көкке керіліп, аяқты ұстай, айналып тұрып, сәлем жолдай. Сәлем, сәлем, шапалақ орай. Сәлем, сәлем, аяқпен тақтай. Тапсырма бойынша балдар, енді өздерің ұпайларыңды алу керексіңдер ғой. Сонда бізде ненің суреті бейнеленген? Әр топ өзінің толық сол суретіне жауап берсін. Есептерің өте керемет дұрыс шықты. Жауаптарың өте керемет. Суреттеріне. Бірінші. Біздің суретте ел таңба бейнеленген. Өте керемет. Топтың өзінің жауабы. Үшінші топ айта қойыңыз. Бізде әнұраттың суреті бейнеленген және де бұл жақта бізде әнұрат бейнеленген. Біздің әнұратты Жұмабек және Нұрсұлтан Назарбаев және Шәмші Қалдаяқов жазған. Өте керемет. Жауап өте керемет па? Үш топтан өзіне берген топтық жұмысқа өте керемет ұпайларын жинады деп ойлаймын. Балдар, топтық жұмысты біттік. Енді біз өзімізге қазір үйге берілген тапсырма. Біз бірінші үйге тапсырма беріп аламыз. Одан кейін бар, осы сабақтан не түсінгеніміз жайлы өзіміздің ортамызда байланыс жүргізейік. Бізге онда үйге берілген қойыңыздар. 7-ші мысалды үйге тапсырма орындаймыз. Болды. Болды. Иә. Иә. Балдар, бүгін
бүгінгі бәрімізге сабақ ұнады десе егерде барлығымыз неге қойдық? Егерде маған әлі түсінбедім десем, және ештеңе түсінбедім деген. Бізде түсінбеген бала жоқ екен. Бүгінгі өткен сабаққа мен сендерге көптен көп рахмет айтамын. Өте керемет сабақ түсінікті ма? Ендеше сабақ бітті, рахмет сіздерге.